Ассаламалейкум. Мінекей, мынау біздегі кәдімгі сатылымда жүрген пушкилер. Бұл пушка 150 киловатт мощностьта. Бұның расходы сағатына 3 литрден бастап 15 литрға дейін. 1 литр отработкаде 10 киловатт мощность шығарып береді. Например, сіз 100 киловаттта жаққыңыз келсе 10 литрді жағасыз дегендей. 50 киловаттта жаққыңыз келсе 5 литрді жағасыз. 150 киловатт мощность шығарып алу үшін бұдан 15 литрді жағуыңыз керек. Сол кезде 150 киловатт мощность шығып тұрады. Бұл киловатт ыстылық температурасын айтады. Так, енді бұның қалай запускация етілетұғынын, жағатынын көрсететұғын болам. Оның үшін мінекей, где-то 1 литрға шамала жетер-жетпес осындай отработка май. Осыған примерно 1/1 көлемінде бензин құямыз. Мінекей. Примерно осылай. Енді бұны араластыру керек. Жақсылап. Мұндай сместі заранее баклажкаға құйып дайындап қойсаңыз да болады. Мінекей. Міне, смесіміз дайын болды. Енді осы жерден мына крайникті әкеп дайындап қойыппыз. Мынау келіп тұрған ана жерден отработка май. Подача бұл жерде. Пока бұны ашпаймыз. Мінекей. Пока шешіп қойайын бұлай. Мінекей осы жерден құя саламыз горловинасынан. Міне, ішіне кетіп жатыр. Бұл кетіп жатырған май ана пушканың ішіне барып, горшогы бар, соның ішіне барып құйылады. Сол жерде тұрады, заранее тұрып жанады бұл жерде. Бұл басында осылай жағып аламыз. Кейінен қызып алған соң, бұның бәрі ұшып кетеді. Бұның бәрі ұшып кетеді. Мінекей. Примерно 1 литр құямыз осы жерге. Мінекей. Құйылды бұл. Енді бұл есігін қақпағын ашып қоямыз осылай. Ішіне бардан киімай. Мына жерден тоққа бәрін дайындап қойыппыз. Енді мұның ішіне сіреңкені жағып лақтырам. Мінекей. Енді осындай сіреңкені ішіне тастасақ, кішігірлім клапок болады. Ничего страшного. Мінекей. Әне жанды, сразу же боздық береміз. Міне. Боздықты жай береміз. Мінекей. 30-40 көлемінде. Мына жердегі циферблатасы где-то 30-дан өтіріңкіреп қоямыз. Міне. Баста көп қатты боздық бермейміз. Қатты боздық берсек, бензиннің ішіндегі тезірек жағып жіберсе, майға қарай өтпей қалса, қызып үспейді етпей қалады. Обратный процесс кетіп, ішіндегі оты сөніп кетуі мүмкін. Так, енді мына есігін жауға придется, бізге қазір жауамыз бұны. Міне, осылай ешқандай қиын жоқ. Міне. Мінекей. Басында осылай гүрілдеп жанады. Боздықты ақырын қойдық, где-то 40-қа апарып қойдым, мына жердегі циферблатасын. Осылай где-то бір 2 минуттай жанады. 2 минуттан кейін 50-ға апарамыз қайталдан мынаны. Постепенно жай көтеріп бара береміз. Бірден қатты боздық бермей, поэтапно 2 минут сайын 50-де тұрма, 60-та тұрма, 70-ке көтеріп бара береміз мына жердегі циферблатасындағын. Мінекей. Сол кезде ақырын жанып, равномерно жанып, қыза береді. Мақсатымыз не? Бұны қыздырып алу мақсатымыз бұны. Баста осылай қызып алады бұның. Ішіндегі камера сгорениесін, горшоктарын темір ғой, қалың металл. Соның бәрін қыздырып алу мақсат. Бұның бәрі жанып, где-то бір 10 минуттың ішінде, 15 минуттың ішінде жанып ұшып кетеді бұл. Бұның бәрі құйған жаңа 1 литріміз. Сосын бұл ана шығып тұрған жалыны азайып бастайды. Уже өшуге қарай кетіп баратқанда мына жерден әкеп қоямыз осындай қылып. Мінекей. Майды заранее дайындап, міне көрсетейін. Міне. Соны уже аша береміз былай қарай. Енді мен майдың осы жерде несін көрсетіп кетейін. Көлемін қалай болады дегендей. Например, былай.
міне мынау сағатына 1 литр да, примерно 1 литр. 1,5 литр ма сондай. Күшейіп бара берсең, мынау уже 2 литр болды. Мынау уже 5 литр болып кетеді. Мінекей. Мынау уже 10 литр болып кетеді. 10 литрге шамалас кетеді, 7 литрдай болып кетеді уже. Осы примерно осылай расчет жасаймыз. Мына жаққа құйып қойған неңнен де белгілі уже. Бачоктан да уже қанша кетіп жатыр сағатына, или минутына қанша кетіп жатыр. Бұны есебін шығарып алуға болады. Әркім өзінше шығарып ала береді. Енді осылай қазір жай қызу процесінде бұл жаңадан жасағанбыз. Енді краскасы свежий. Пока краскасы түтеп кебетін болады. Сосын бұл түтемейтін болады. Сосын тағы да айта кетсем, мына артын көрсеңіз, мына жер шешіліп алынып, мына жерге азбесті бүйректі салып қойғанбыз, газ шықпастық үшін. Осы жерді ашып, мынаң үстінен көріп отырасыз, сөнгенсің ше, мынаң артынан ашып тазалауға придется. Ой дегені бұл отработка мусор болады, мусордың бәрін ішіне жинайды бұл. Бұны жаққанда күніге бір рет тазалап тұру керек, жалайтынына, жаққаныңызға қарап. Ой дегені ішіне жинаған кезде ішінде бұның парсүгінің тесіктері бар, стенкісінде. Олар бітеле берсе, охлаждение жоғалады, перегрев болып кетсе, уже ішінде балқу процесі басталады, металды ойнатады, металды ертіп те жіберу мүмкін бұл жерде. Тазаламай жаға берсеңіз. Бұл қазір жалыны пәс болып тұр. Неге? Бұл әлі қызған жоқ. Қызбаған соң берген майыңа қарай жалын күшейіп жана береді. Бұның қазір полный мошқа шығып, рабочий температураға шығып алған соң, температура ауызынан шығып тұрған. 900 и 1000-ға қарай кетіп қалады. Жаққаныңызға қарай, әрине, берген майыңызға қарай. Бұны ақырында жағуға болады. Средний темпте, үлкен темпте де, разный темпте, плавный жаға бересіз бұны. Өзіңізге керекті мошта. Где-то 10-15 минут уақыт керек бұл қызып алғанға. Сосын тағы да айта кететінім, бұны өшіретін кезде, өшіретін болсақ, келеміз осылай, мына майды полный жауып тастаймыз. Воздухты полуоборотқа қойып қоямыз где-то 50-60-қа. Не үшін? Мынаның ішіндегі майды жапқан соңда мына воздух істеп тұру керек, где-то жарты сағаттай. Заодно ішінде қалған сажалардың бәрін жақсылап өртеп, құп-құрғақ қылып қалдырып кетеді, тазалағанда оңай болады. Еще заодно мына металды суыту керек. Жалын мінекей төмендеді, майды аштық, кішкене тұрамыз. Пока мына жақтан ағып барам дегенше, міне, уже барып бастады, уже бастады. Сосын тағы да айта кететінім, қазір күн салқындау, мынау май қоюласып тұрыпты, жөнді бармай тұр. Сосын май қызыбағаннан кейін қатты кетіп қалуы мүмкін, сонда үргелеріп кіреу керек, қараңқырап тұру керек деген сияқты. Например, мына майды мынаған жанына бачокпен жақындатып қойсаңыз, тез жылыйды, жылыған кезде сұйық болады, сұйық май ана жерге ағып баруы оңай болады. Қазір қоюласып тұр, мына жерден ақырын барып тұр мінекей май. Где-то бір 5 литрда барып тұр сағатына. Май көп барып, боздық аз болып қалатығын болса, бұл переливание болып кетуі мүмкін. Енді боздық аз болса, естественно, барып тұрған майды жағалмай қалады ғой. Бұл боздықтың ауаның көмегімен жанады ғой бұл основной. Боздық аз болып қалса, ішіне май толып кетеді бұл. Переливание болып кетеді. Сояғында байқау керек. Енді қазір көп адамдар ойлауы мүмкін,
мынау жанып тұр, жалыны аз деп ойлау мүмкін. Бұл жерде әңгіме жалында емес, әңгіме аузынан шығып тұрған температурада. Негізгі керек талап бұл температура, киловатт мощностьта бұл жерде, жалында емес. Жалынның да түрі болады, 300 градуста жанатығын жалын болады, 900 мың градуста жанатын да жалын болады. Мінекей мынау өздерің көріп тұрғандай алюминийді көрейік қанекей. Қанша уақытта балықтатып көрейік қазір мінекей. Мінекей өздерің көріп тұрғандай 1 минутқа апармай бағытып жіберді. Бірнеше секундтың ішінде мінекей алюминийді бағытып жіберді. Қазірдің өзінде мынадан шығып тұрған, ауыздан шығып тұрған температура 900 мыңның үстінде тұр қазір мінекей. Сәл майды қысамыз, көбейіп кетті. Он 15 литрдан артық беруге болмайды. 150 киловатт мощность бұл 15 литр сағатына. Енді мына көрсетіп жіберейін тағы да. Мінекей. Мына ағыста 10 литр, 15 литрді жанып тұр мінекей мынау. Мінекей. Енді қазір өшіретін кезде осылай келдік та мінекей майды жабамыз. Мінекей. Болды. Майды жапқан соң бұл где-то жарты сағат давамында моторшық жұмыс істейтін болады. Не үшін? Ананың ішінде қалып кеткен майлардың бәрін жағып жіберу керек. Сосын тазалағанға оңай болады, құрғақ болып ішіндегі майдың бәрін. Заодно мына металды суыту керек. Өшкен соң где-то жарты сағат давамында металдың ыстылығы шығып тұрады аузынан.
Алло. Валейкум. Иә.